Xudo xolasa O'rdabasi deydi. O'rdabasi degan yer mana Xudo xolasa. Ishbiyning basi o'sgan yer. Mana babalarimiz o'tir. Babalarimiz o'tir mana Xudo xolasa. Babalarimiz qasına keldik ona bizde Xudo xolasa. Mana ағайын туысқан бауырлар бізде кеп қалдық Құдай қаласа. Өте керемет, ауа райы да мощный әдемі болып тұр. Шархан көкеміз бар, Ерхан ағамыз, Төрехан ағамыз бар. Қаласа табиғат. Мына биік бір километр бар шығар, биік, е? Жазған болу керек, 1 километрдей бар ау мына биіктігі. теңіз деңгейінен жазған болу керек. Мына ағаларымызdır біздің Құда қаласа. Ағайындарымыз міне Нұрғали деген ағамызdır міне. Молдан ағамызdır. Қонақтар келіп отыр міне Құда қаласа. Ербол деген інім міне Құда қаласа менің бауырым. Тамаша жерлер екен Құда қаласа. Кеп демалатын жер екен. Тұратын құлан қыпшақтардың шежірелері енгізілген. Олай болса, осы шараның негізгі себебі Құлан Қыпшақ шежіреге кітабының тұсаукесер рәсімін бастаймыз. Сахнаға зор құрметпен 21 ғасырдың жиһангері, ғасыр меценаты, құрмет парасат ордендерінің иегері, құрметті құрылысшы Ысқақов Сапар Ысқақұлын ортаға шақырамыз. Кәсіпкер, белгілі меценат, мемлекет және қоғам қайраткері, құрмет ордендің иегері Әлімжан Құртаевты ортаға шақырамыз. Заң саласының ардагері, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның Заңгерлер одағы Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Қазақстан Республикасының құрмет парасат ордендерінің иегері Кейкі Батыр бабамыздың басын Ресейден алдыруға бірден бір себепші болған Ақылбай Серік Байсейітұлын, белгілі меценат, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы қор президенті, Қазақ газетінің құрылтайшысы, техника ғылымдарының докторы профессор Махмұд Райханұлы Нәлібаев мырзаны ортаға шақырамыз. Құрмет, қошеметтеріңіз білдіріп қойыңыздар, қадірлі көпшілік. Алланың нұры жауған күн болып тұр. Тарих жаңғырып, барлығы жаңғырып, мынау қасиетті, мынау Ордабасының басына келіп, осындағы ел деп жүрген азаматтар, көзі ашық, көкірегі ояу азаматтар, Әліби сияқты, Респек сияқты біраз азаматтар осыны инициатива көтеріп, ойында жүрген мақсатты, мынау биылғы 300 жылдығына осы 300-дің басы қосылып, шашырап жүрген кезде бас қосылып, бірлікке шақырылып жатқан жерге мінекей бүгін жиналып отырмыз. Бәрі жаңғырып отыр. Ел деп жүрген азаматтар. Соны бүгін міне енді біз қолдап келіп отырмыз жан жақтан Қазақстанның түкпір-түкпір. Естіген шығарсыздар. 15 сентябрьде бас сүйекті жерледік. 19 мартта жарты жылдан кейін президент Назарбаев орнынан кетті. Яғни Кейкі атамыздың қасиеті сондай, күші сондай деген сөз. Бәріңізді мына үлкен мерекемен құттықтаймын. Мерекеміз көп болсын, еліміз бір болсын, Қазақстанымыз жасай берсін. Рахмет. Сондықтан содан бері, осы 15 жылдан бері аманаттың жүгі ауыр деп, қазір соғысты жалау қылып, алдымызға жаңағы ауыспалы ту жасап, өңір-өңірлерде, барлық жерде патриоттық қордың бөлімшелері, азаматтар. Күн уақыт жетті. Бұдан бұлай, исі қазақ Абылайдың ту астына жиналу керек. Бұған халқым не дейсің? Абылай! Абылай! Абылай!
көкірегімде жан барда аманаттарыңды ақтауға ант етемін. Уа ағайын, осы ұлы жеңісімізді сақтап қалар жалғыз дауа бар. Ол ел бірлігі. Енді билікке таласқандарымыз сабасына түсіп, жақ-жақ болып бөлінгенді қою керек. Бөлінгенді бөрі жей. Төрелігіңізге қолдақ, лебізіңнен айналдым, төке. Шынайы сөз айтылды. Төрт құбыламызды тең ұстап,